Құрметті көрермендер, енді бүгінгі күннің тарихи оқиғаларымен таныстырып өтейін, экранға назар салыңыздар. 1874 жылы әйгілі әнші композитор Естай Беркінбайұлы дүниеге келді. Естай ақындық, орындаушылық өнермен қатар шебер композитор ретінде де жақсы таныс. Оның майда қоңыр, жүректе, мәлике, өмір, қоңыр жел, дүние, шоққара, ағаш сияқты әндері көп. Ал классикалық Хорлан, Хосни Хорлан әндері оның есімін аңызға айналдырды. Естай әндерін нотаға түсірген Затаевич болатын. Бүгін Әзірбайжанның мемлекеттік мерекесі Республика күні. 1918 жылғы мамырдың 28-інде Әзірбайжан Республикасы парламенттік республика болып жарияланған болатын. Әзірбайжан Кавказ тауының оңтүстік шығысында орналасқан, астанасы Баку қаласы. Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы орнатылды. Ал 1712 жылы француз ойшылы жазушы Жан-Жак Руссо дүниеге келді. Жан-Жак Руссо қоғамдық келісім туралы еңбектің авторы. Руссо пікірінше заң шығарушы билік тікелей егеменді халықтың өзімен іске асырылады. Ал атқарушы билік егемендіктің шешімі бойынша қол астындағылармен байланыс үшін құрылады. Ал 2005 жылы Алматыда Рахымжан Қошқарбаев Рейхстаг дауылы деректі фильмі таныстырды. Жеңістің 60 жылдық мерекесіне орай түсірілген туындының режиссері Әділ Медетбаев болатын. 40 минуттық фильм халықаралық мәдени құндылықтарды сақтайтын және қолдау көрсететін қордың көмегімен жарыққа шықты. 1946 жылы Победа көлігінің алғашқы партиясы шығарылды. Горьковск автозауытында құрастырылған ГАЗ М20 маркалы жеңіл көлік Кеңес одағының тұңғыш автокөлігі ретінде тарихта қалды. Победа көлігінің 235 мың данасы ғана шығарылған болатын. Міне бүгінгі күн үлесіндегі айтулы оқиғалардың бір парасы осындай.